Арджун Эригайси VI Блиц бойынша әлем чемпионаты. D4 ATF6, C4 E6, AC3, піл B4 Немцович қорғанысы. F3, D5, A3. Бірден мына пілдің мәселесін шешу. Піл E7 және орталықты толығымен басып алады. E4. Алдық және C5 негізгі орталыққа қысым көрсету және D5. Бұл енді қорғалған өтетін сарбаз деп айтуға болады. Алдық және рокировка піл E2. Әрине G4-тегі торды бақылауда ұстау керек. Өйткені мына сарбаз жоқ, мына патшаны міндетті түрде қорғау керек. Піл D6 және ат B5. Біліп тұр, Арджун мына пілдің қаншалықты қауіпті екенін, өйткені қарсылас егерде мүмкіндік бар болса былай, содан кейін уәзірді былай шығаратын болса, әрине қаралы ақтардың жағдайы қиын болар еді. Пілді негізгі орталыққа қойды, ATF3, 6 және мынандай өте қауіпті пілдің көзін жойды. АБ және рокировка. Тура E8, ат F3. Болашақта әрине мына пілдің мәртебесі өте жоғары болады, позиция ашық және бұл позицияда әрине пілдердің мүмкіндігі көбірек болады. Алдық және ат BD7. Енді бұл ат деген мына жерге барғысы келіп тұр, өткен мына D5-тегі сарбазға шабуырсау. Оған мүмкіндік бермеу. B5, H6. Енді мына пілдің мына қиғаш жолға тұруына кедергі жасап тұр және A4. A4-тің ең басты мақсаты болашақта B5 деген іс-әрекетті болдырмау. Егерде қос сарбаз осылай екеуі тұрып алатын болса, әрине қаралардың жағдайы жақсы болады. Уәзір B6 және піл F4. Айтқанындай, мына піл деген өте мықты және өте қауіпті фигураға айналды. Өйткені оған қарсы тұратын ешкім жоқ. Тура E4, піл G3, ат F8 және D6. Мына өтетін сарбаздың қаншалықты қауіпті екенін сіздер білесіздер. Артында тарыш ережесіне сәйкес уәзір тұр, мына жерде піл тұр деген сияқты, піл E6 және ат D2. Бірден мына аттың, мына тураның қал жағдайын білу. Өткені адасып қалған сияқты, соң адасқан фигура міндетті түрде қолға түседі. Піл D4 және піл негізгі орталыққа барып, біріншіден мына жерге шабуыл жасады, екіншіден мына жерге шабуыл жасады. Бұлай қарасаңыз бел кетеді, белбеу кетеді, бұлай қарасаңыз бел кетеді деген сияқты. Не бел кетеді, не белбеу кетеді деген сияқты сөздер бар. Ат G4 амалсыз, өткені мына атты білесіздер, бұл қорғаушы, өрт сөндіруші және патшаны жақсы қорғайтын аттардың бірі. Ат G4 алдық және уәзір F3. Біріншіден мынандай іс-әрекеттен қорғану және F2-ге кіру мәселесін болдырмау. Уәзір D6 мына өте қауіпті сарбаздың көзін жойды және өзі мына H2-дегі сарбазға шабуыл жасап тұр. Уәзір F4, уәзір B4 және ат F3. Енді өрт сөндіруші, қорғаушы өзінің орнына келді. Енді патшаны қорғайтын ат бар. Тура D8, тарыш ережесіне сәйкес артынан орналасқан, жалпы болашақта D3 деген әрекеттер болады. H3, өзіміздің аумағымыздан мына атты қуып шығу. Ат E3, бұл атты сіздер білесіздер, бұл 8 аяқ ат, өте қауіпті аттардың бірі. Міндетті түрде оны бақылауда ұстау керек. Тура F2, уәзір C5 және піл D3. Мынаны бұғаттау керек, қозғалуына мүмкіндік бермеу керек. Піл C4 және ат негізгі орталыққа орналасты. Мына жерге шабуыл жасау және мына жерге шабуыл жасау. Піл D3, уәзір F7. Қомағалар қатарына кірдік. Бұл енді аралық шах деп аталады. Бұлай және ат D3. Енді пілдің орнына ат тұрды. Уәзір B6, уәзір E7. Біріншіден мына жерге шабуыл жасау, өйткені мына аттың көзін жою деген сияқты. Ат G6, уәзір E4 байлап тастады. Әдемілеп тұрып байлап тастады және болашақта мүмкін мынандай іс-әрекеттерді жасау мүмкін. H8 және A5. Уәзір өте тамаша орналасқан, мынаны қорғап тұр. Және уәзір B6, B4, ат C4 және тура E1. Толығымен болашақта мынандай іс-әрекет жасауға болады, болашақта мынандай іс-әрекет жасауға болады деген сияқты. Ат F8 және уәзір B7 мына қомағалар қатарындағы сарбаздың көзін жою. Біздің мынандай керемет екі сарбазымыз бар. Болашақта екі уәзір болатын, қатарласқан өтетін сарбаздар. Ат E3 және A6 бірден алға қарай ұмтылдық. Шеттегі қатарласқан өтетін сарбаздар уәзір G6 және ат негізгі орталыққа келді.
мына жерге шабуырса және келесі жүріс былай және қос соққы. Осымен ойын аяқталды. Ақтар жеңді, қаралар жеңілді.